Біздің ауылымыз енді мына Мерке Луговой сияқты проезжий ауыл емес та. Өрді магазин ашып қояды, анау қылады, жол шетіне шығып торговать етеді. Біз тупикте жатқан ауылымыз. Единственный ауылдың бәрінің күн көріп отқаны азын-аулақ мал. Елдің бәрі малмен күн көріп отқаннан кейін жайылым. Бірінші проблема. Таудың бергі беткейінде тұрамыз да біз. Майдың 15-нен кейін таудың етегі күйіп кетеді, все выгорает. Содан кейін уже сазға түсу керек. Сазда орын жоқ. Қойды мінекей қазір қыстың күні, мына жайсақ жерде түк жоқ. Таластан өткізуге көпір жоқ. Соған өкіметтен біз сұрап отырмыз. Пожалуйста, бізге бір көпір салып беріңдерші айналайын. Сол анау елка салғанға да бәленбай миллион ақша кетіп жатыр ғой. Лучше бір 20 миллионға көпір салып беріңдерші. Мынандай анандай троспен аспалы көпір қойды өткізейік біз. Тоғайдың ішіне жаяйық. Это не политическое требование, ешқандай емес. Бізге чисто хозяйственный бізге. Малды жаяйық.